Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шайға тәтті жасаймыз. Ол үшін біз ірімшіктің үстіне бір қасық қант қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Ал егер де сіздердің ірімшіктеріңіз тым құрғақ болатын болса, оған 1-2 қасықтай қаймақ қосып жіберуге болады. Мінекей достар, біз араластырып алдық. Бұл біздің салмамыз болады. Мінекей достар, енді біз оның қамырын жайып аламыз. Менің қамырым жай үшін су мен жұмыртқаға ғана еленген пресный қамыр. Мінекей достар, біз қамырымызды өстіп қағаздай қылып жайып алдық. Негізі доңғалақ қылып кесуге де болады, және де ішіне кез келген салма салуға болады. Мысалы, ет, картошка секілді неше түрлі салма салуға болады. Енді біз оны осылай түйеміз. Енді өстіп вилкамен әдемілік үшін тағы да өстіп басып шығамыз. Мінекей, енді барлық қамырдан осылай істеп шығамыз. Мінекей достар, осылай бәрін жасап алдық. Енді біз бұны майда қуыратын боламыз. Мінекей осымен біздің шайға арналған тәттіміз дайын. Шынымен де өте дәмді болып шыққан. Мінекей ортасы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздер жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.